Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін осындай күздік салат, яғни осенний салат дайындайтын боламыз. Бұл салат банканың сыртынан қайнатылғандықтан өз дәмін, өз түрін осылай әдемі қалпында сақтайтын болады. Барлығымыздың банка жабатын уақытымыз ғой. Біреуіміз білген нәрсені біреуіміз білмеуіміз мүмкін. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен теркадан біздің сәбізімізді өткізіп алатын боламыз. Мінекей сәбіздің көлемі осындай болды. Мен барлығын өткізіп алдым. Ендігі кезекте тәтті бұрышымызды осылай жуып, тазалап, екіге бөліп, бірінің үстіне бірін қойып, осылай ұзынша қылып турап шығамыз. Бірінің үстіне бірін қойған кезде тезірек туралады. Мінекей осылай және де қолымызбен басып, ұзынша қылып осылай турап шығамыз. Мінекей мен тәтті бұрыштардың барлығын осылай турап алдым, ұзынша қылып. Ендігі кезекте қырыққабатымызды 4 бөлікке бөліп, теркадан өткізіп алатын боламыз. Енді қызанағымызды осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Үстіне сарымсағымызды майдалап турап шығамыз. Енді лавр жапырағын суға салып, одан кейін салатын боламыз. Үстіне қара бұрышымызды, тұзымызды және де қызыл бұрышымызды сеуіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей менде араласты. Енді біз банкымызды таза жуылған банкіге ішіне салатын боламыз. Банкі өз қалауларыңызша таңдайсыздар. Бізде қыста көп адам болмағандықтан бізге 1 литрге жапқан ыңғайлырақ. Сондықтан 2 литрге де жабуға да болады. Мінекей енді кастрюльге салып, осылай барлығын тығыздап салып, бетінде қақпағын бұрамайсыздар, тек қана жауып қоясыздар. Суды жарты және кішкене толтырып құйып, бетін мықтап жауып, астын қайнатамыз. Мінекей бізде 45 минут қайнады. Енді үстіне сірке қышқылын қосатын боламыз. Суға араластырып, бетіне осылай қасықтап, 2 қасықтан құйып шығатын боламыз. Және де сұйық майды да осылай құйып шығамыз. Содан кейін барып қана бұрап жабатын боламыз. Кейбіреулер аспирин салады. Ол өз қалауларынша 1 литрге 1 штук аспирин салсаңыздар да болады. Мінекей осылай енді бұрап, жауып, төңкеріп қоямыз. Және де үстін жылы қылып жауып тастаймыз. Және де осындай түрін, түсін мықтап сақтайтын болады. Сіздерге осы рецепт ұнаған болса, менің арнама тіркеле кетіңіздер. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Қыс мезгілінде ешқандай да атылмайды, бұзылмайды, өте дәмді болып шығады.